Тура биде туған жоқ деп заманның көпе көрнеу тұстарын әділдікпен әшкере қылған Қазбек би тарихи тұлға. Сондықтан баба жолы кім-кімге де үлгі. Міне осыны мақсат еткен арқа жастары келелі көш арқылы өткеннің өнегесін насихаттап, елбасы мақаласында айтылған рухани жаңғыруға өзіндік үн қосуда. Қасиетті Қарқаралы өңірінің елбасына тұғыр болған Теміртаудың, жыр өңірі Жаңарқаның, ән ғұмыр Ақтоғайдың, көгілдір көкше Балқаштың, 300-дің басын қосқан Ұлытаудың, жез, мыс сапырған Жезқазғанның, ыстық ықыласты сәлемін арқалап, ел аманатын бабалар ізімен келе жатқан керуен мүшелері, ата бабамыздан келе жатқан бірлікті паш етіп, осы іргелес жатқан татулығымызға, бірлігімізге тағы да ерекше айқындайтын бұл автокеруен. Автокеруен құрамында білім беру ісінің үздіктері, мәдениет майталмандары, журналистер мен әлеуметтік желінің белсенді блогерлері бар. Осылайша әр саланың үздіктері жер-жерді аралап тәжірибелермен бөлісуде. Керуен 13 күннің ішінде еліміз бен Өзбекстанның бірқатар елді мекендерін аралайды. Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын кең көлемде насихаттап, қаз дауысты Қазбек би бабамыздың өмірін жастар арасында насихаттау. Енді біз Қазбек биді бөліп қана алмай, сонымен қатар Ташкентте жатқан Төле би, Науайда жатқан Әйтек би бабаларымыздың басына барып тағзым жасап, олар кезінде елдігімізді сақтауға үлкен қызмет етті. Осыларды жастар арасында насихаттау мақсат болып табылады. Бабалар өнегесін өрістетуді мақсат тұтқан келелі кеште екі облыстың өнерпаздары дала төсін дүбірге бөледі. Сыр шайырларының ізбасарлары рухты жырларымен дараланса, қарағандылық өнерпаздар арқаның кең тынысты әндерін нақышына келтіріп орындады. Ақжібегі болмаса бүйдің сәні келмейді, шыңмыраулы болмаса жердің сәні келмейді, егескен жауын мұхатта ердің сәні келмейді. Сондай-ақ бұл кеште Қарағанды жастары шараға жиналған қауымның делебесін қоздырар, күмбір күйін паш етіп көптің ыстық ықыласына бөленді. Автокеруен мүшелері бүгін облыс орталығында сыр жастарымен бірлесе бірқатар мәдени рухани шараларды ұйымдастыруда. Бұл бастама тамыры тектілікпен түйіскен елдің бірлігін нығайтып, тұғырын тіктей түспек. Асылбек Тойбек, Елжас Абділда, Азат Аймағанов, Қазақстан Қарағанды телеарнасы.